Тақырыпты әрмен қарай жалғайық. Нұр Отан партиясының праймеризіне деген жастардың бүгінгі таңдағы ойы қандай? Олар бұл жоба жайлы не ойлайды? Аталған сұрақтар төңірегінде біздің түсірілім тобы аудан жастарымен сұхбаттасып қайтқан болатын. Нақтырақ алдағы бейнематериалда. Ақыл жастан. Мәслихатта жастардың үлесі көбеймек. Бүгінгі таңда өтіп жатқан праймериз жастарға үлкен мүмкіндіктер мен жаңашылдық сыйлайды. Аталған додаға түсіп жатқан сайлаушыларға біздің артар үмітіміз көп деген Сарыағаш аудандық жастар орталығының мамандары бұл өзгерістің ел ертеңі үшін маңызды екеніне сенеді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастауымен Нұр Отан партиясының ішінде сайлау өткелі жатыр. Праймериз елімізде алғаш рет. Сол себептен мынау қазіргі қоғамға жалпы жастарға беретін пайдасы өте мол. Себебі ода 20% жастар болу керек, 30% әйел заты болу керек. Сол себептен ауданымызда жалпы болған праймеризге қатысушы азаматтардың ішінде өзімнің таңдауын жасап, лидерлеріне бердім алдағы уақытта. Енді мынау өзіміздің ауданда жалпы қатысып жатқан үміткерлерге сәттілік тілеймін. Биыл елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен елімізде тұңғыш рет халықаралық тәжірибеге сүйене отырып праймериз өтіп жатыр. Бұл праймериздің жалпы біздің елімізге берері партия ішілік белсенділердің, жаңағы бетке ұстар көшбасшылардың жұмыс жасауына мол мүмкіндік ашқалы тұр. Праймериздің тағы бір қуанатын жағдайы жастарға жол ашып жатыр. Праймеризге қатысушылардың арасындағы 20% жастар екендігі бізді қуантады. Елдің ертеңіне сенімді азамат ретінде жастарды қолдаймын және нағыз өз ісінің маманы, өзіне сенімді жастардың жеңіп шығатынына сенімдімін. Мемлекет жастарға үлкен үміт артуда. Сол себепті де праймеризге қатысушы жастардың пайызын арттырады. Мол мүмкіндіктер жаратып беруде жалпы алғанда жобаға байланысты болашақ ел тіректерінің ойы оң. Мен Ибрагимов Ибраим Рамазанұлы, Қапланбек жоғары аграрлық техникалық колледжінде жастар комитетінің төрағасы қызметін атқарамын. Нұр Отан партиясының праймериз жобасы елімізде алғашқы рет өткізіліп жатыр. Мен Нұр Отан партиясының мүшесі ретінде үміткерлерге өз дауысымды бердім. Алдағы уақытта қатысып жатқан үміткерлерге сәттілік тілеймін. Қазақстан азаматтарының 45%-ға жуығын жастар құрайды. Парламентте патриот жаңа буынның көбеюі әрине еліміздегі келелі мәселелердің шешілуіне септік болмақ. Хуснедин Хасанұлы, Мейірхан Бақытжанұлы, Ерлан Сәрсенбеков, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.